Қайырлы күн, мен Мақпалдың Ислам қызы, Ақмола облысы Целиноград ауданы Софиевка жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Педагогикалық бағыт бойынша филология ғылымдарының магистрімін. 2021 жылы қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша елордамыздағы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін тамамдадым. Университет менің тұлға ретінде қалыптасуыма, өмірлік ұстанымдарымды бекітуге жақсы кезең болды деп айта аламын. Сейіт Қасқабасов, Серікзат Дүйсенғазин, Қайырбек Кемеңгер, Дәулеткерей Кәпұлы сынды білімді зиялы ұстаздардан тәлім алып, өзімнің айналамда дамушы орта қалыптастыра алдым. Мен неге ұстаздық жолды таңдадым? Мен Қазақстанның қоғамын жақсы жаққа өзгертуге үлес қосқым келеді. Ал бұл жолда ең тиімді әрі дұрыс таңдау мұғалімдік жол деп санаймын. Өйткені ұстаз ертеңгі қоғамды құратын адамдарды тәрбиелеуші. Ескенді Зұлқарнайын Аристотельді, Шәкәрім ұлы Абайды ұстаз тұтқанындай, әр адам мұны өмірде жол көрсетіп, бағда сілтейтін адамға мұқтаж. Бір оқушыға болсын сондай үлгі болар, ақылшы болар ұстаз бола алсақ, нағыз бақыт сол емес пе? Педагогикалық еңбек өтілім 2,5 жыл. Санатым педагог-модератор. Осы 2 жылдың ішінде көптеген біліктілік курстарынан өттім. Оқушыларым аудан, облыс көлеміндегі жетістіктерімен қуантуда. Өз кәсіби жолымдағы мақсатым заманыма сай мұғалім болу. Яғни ақпараттық технологияның құлағында ойнайтын, психологияны жетік меңгерген, көп тілді маман болу. Мен өз мамандығымды жақсы көремін. 40 жыл педагог болып істеген американдық мұғалім Рита Пирсон балалар өзі жақсы көрмейтін адамнан ештеңе үйренбейді дейді. Шынымен, мейірімділік жоқ жерде қаталдық негізгі күш болады. Яғни, біздің мамандықтағы ең басты шарт айналаңдағы адамдарға, әсіресе балаларға деген махаббат. Қазіргі заманғы балалар компьютерленген және ақпаратты ғасырда өмір сүреді. Шынымен ақ, мектеп мұғаліміне оқушының назарын өз сабағына аудару үшін Инстаграммен, ТикТокпен, Ютубпен бәсекелес болуға тура келеді. Сондықтан сабақтың тиімділігін арттыру үшін және болашақ қоғамға бейім адамды тәрбиелеу үшін бүгінде түрлі әдіс-тәсілдерді қолданған жөн. Бүгінгі таңда ізденімпаз мұғалім үшін сабақта пайдаланатын платформалар өте көп. Мысал ретінде, арнайы презентация құру үшін Canva, Prezi, Amaze сайттарын пайдалансаңыз болады. Сондай-ақ, сабақты қызықты өткізу үшін сіздерге осы арнайы қосымшалар көмекші құрал бола алады. ClassTime бұл мұғалімге таптырмас жұмыс құралы. Ол әр оқушыны және жалпы сыныпты дербес бағалауға көмектеседі. Сондай-ақ, бұл бағдарламаны бөлім бойынша бағалау, 90 бойынша жиынтық бағалау, яғни БЖБ, ТЖБ тапсырмаларын орындауда пайдалансаңыз болады. Бұл платформада сіз бір емес, 7 түрлі сұрақ түрін құрастыра аласыз. Зейінді шоғырландыру үшін әр сабақта физикалық белсенділікті ұмытпау керек. Сабақтың тақырыбына сай қысқа мерзімді жоспарға орындық, дебат, 5 қадам, қол тырауын, шеңбер, еркін микрофон сияқты, әсіресе балалар жақсы көретін попкорн, лейс, пицца әдістерін қолдануға болады. Есте қаларлықтай сабақ өткізудің тағы бір әдісі Plickers цифрлық платформасы. Бұл барлық оқушылардың білімдерін бағалап, жалпы статистика жинауға мүмкіндік беретін өте жылдам әрі ыңғайлы сайт. Керекті заттар мұғалімнің телефонына орнатылған Plickers қосымшасы және оқушыларға таратылатын арнайы QR кодтары бар карталар. Оқушылар QR карталардың көмегімен дұрыс деп таңдаған жауабын көрсетеді. Мұғалім телефон көмегімен скан жасап шығады. Дәл сол сәтте тақтада дұрыс не бұрыс жауаптардың статистикасы пайда болады. Бұл сабақтың рефлексия бөліміне таптырмайтын әдіс. Интерактивті ойындары мен тапсырмалары бар ерекше сайт EducaPlay. Жаңа тақырыпты үйретуге және алдыңғы сабақтарды ойындар арқылы бекітуге арналған тегін қосымша сайт. Қазақ тілінен кроссворд, пазл, викторина құрастыратын көптеген мүмкіндіктері бар. Келесі ең танымал әрі ыңғайлы интерактивті тапсырма құру сервисі WordWall. Бұл қосымша туралы таңды таңға жалғап айта беруге болады. Сервистің графикасы мен ойын түрлері өте көп, әрі әдемі. Үй жұмысын тексеру кезінде жаңа сабақты бекіту немесе оқыған мәтін бойынша сұрақтарға жауап беруге ыңғайлы. Бүгінгі таңда цифрлық сауаттылықты игеріп, оқушылардың пәнге деген құштарлығын арттыра білген мұғалім нағыз білікті маман деп білемін. Біздің қазақ әдебиетіндегі сүйікті кейіпкеріміздің бірі, Қожаның ұстазы Рахманов ағай айтқандай, оқушы деген қап емес, ішіне не болса соны сыйғыза беретін.
ол шамшырақ, тек соны жаға білу керек. Қазақтың дана ұстазы, педагог, ағартушы Ыбырай Алтынсарин. Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен артық. Себебі мұғалім мектептің жүрегі деп айтқандай, оқушының болашағына тікелей әсер ете алатын адамдардың бірі ол мұғалім. Жалынды жас маман ретінде әр оқушымыздың жүрегіне жол тауып, шәкірттеріміздің шамшырағын жаға білейік.